Қалайсыздар, гүлсер қауым, көңіл күйлеріңіз қалай? Міне еухарис гүлі гүлдерін беріп көзімізді қуантып жатыр. Айтам да, адамның негізі әр кезде көз қарасы өзгеріп тұрады екен. Бұрын мен осы еухарис гүліне вообще мән бермейтін екенмін да. Бүйтіп баса ой осы гүл керемет, маған керек деп ындамайтын. Енді маған ұнап жатыр қазір. Өте нәзік. Гүлдерін қараңыздар, өте нәзік. Өзінше бір өзінің әдемілігі бар екен бұл гүлдінде. Алып капризный емес, тағы да өзімен өзі өсе береді. Өте нәзік, керемет гүл. Бүйтіп қарасаңыздар, орхидеяның ішіндегі бір гүлдерге де келеді екен гүлдерші. Ұнап тұр, әдемі. Гипераструм гүлдері де стрелкалар жеріп жатыр. Жайлап. Бұлар да біраз күнде уже гүлдерін береді. Бұл да өте көзді қуантатын әдемі гүл. Өзіме ұнайды. Біразын менде сатылып кеткен. Осы биылдыққа осы екі-ақ қаршық қалған екен. Қайтадан көбейту керекпін енді. Негізі жанынан деткалар көп береді. Өте тез көбейетін, өзімен өз көбейе беретін гүлдердің қатарында ғой осы гипераструм гүлі. Анториум гүлі, міне қараңыздар, жаңа жапырақ беріп жатыр. Жаңа жапырақ берген кезде міне мынандай түс болады да. Көз қуантып, басқаша ерекше түсе. Сөйтеді, кейін мынандай болып жасыл түске айналады. Жаңа жапырақтардың бәрін қараңыздар, мынандай темный, өте көзді қуантатын әдемі жапырақтар ғой. Әр жапырақ шыққан сайыншы көзің қуанады ғой. Не деген әдемілік депші. Гүл деген керемет ғой. Мендегі гүл өсірудегі ең қатты ұнайтын процесс осы атроскаға қою ғой. Гүлдерді атроскаға қоя берем. Өстіп қоямда, ана тамырлағанын көрген кезде қуанғанымды көрсеңдерші. Енді содан мен өзіме күшті рахат аламда. Тамырлары, аппақ тамыр топырақтан көрінген кезде вообще басқаша эмоция аласың ғой. Рахатта жаның кіретші. Міне герань гүлдерін атроскаға қойдым біразын. Әлі көп, әлі қырқып қою керекпін. Топырағым аз болып тұр. 2-3 күнде әкеп берсе топырақ, сонымен басқа гераньдарымды да отырғызатын болам. Арғы терезеде только гераньдар, бер жақта басқа әртүрлі гүлдерді қойып жатырмын. Малачайларды бүгін кеше кесіп кеткем. Бүгін осы малачай гүлдерін атроскаға қойып жатырмын. Малачай миляның крупный сорты. Әдем болып гүлдейтін. Мына жерде кратон, әйтеуір біраз гүлдерді атроскаға қойдым. Мына жерде дәннен шыққан адениум гүлдерім. Мені көрдіңіздер ма? Гүлдің негізі иммунитетіне байланысты. Бәрі бір күнде егілді. Осы 50 штук адениум гүлін алғам. Содан бір 35 ма қалды ғой. Өлетіндер өлді әйтеуір. Иммунитетке байланысты. Әйтпесе бәрі бір күнде егілген. Мынаны қараңыздар, мына жерде үлкен ұзын болып тұр. Біреулер қараңыздар кішкентай, мына біреу өлейін деп тұр тағы да. Әйтпесе барлығына бірдей күтім жасалып жатыр. Негізі гүл дегенде бала сияқты ғой. Әрқайсының мінезі әртүрлі болады. Мысалы, үйде қанша бала өсіріп отырсаңыздар, әрқайсының мінезі әртүрлі. Біреулер болады, басы қисайып, өмір айтқанды тыңдағысы келмейтін. Сол сияқты бұл гүлдерде де сондай өсіп тыңдағысы келмейді. Сенің дегеніңе көнгісі келмейтіндер өсіп қисайып, басы қисайып тұрады. Бопты, деп өзің білесің деп қалғанын, өскенін енді өсіріп аламыз, ала бұйыртса. Мына жерде колеустарым уже әдем болып тұр. Ар жақта да хризантемаларды атроска істегенмін. Осылай көктемге дайындық жүріп жатыр. Менде де барлығы бір керемет идеальный болып атқан жоқ. Негізінен лимондарым биыл
вообще құртып алдым. Барлық негізінде жылда дәрілеп кіргізетінмін ғой. Биыл дәрілеуге еріндім. Сөйттім да кіргізе сағам. Соны дәрілемеген екен, бүкіл жапырақтардың бәрі түсіп қалып, лимондардың бәрі әбір жатыршы. Енді өткенде дәріледім, уже поздно болып қалды, бірақ гүлдердің бәрін қиып, жапырақтардың бәрі қиылып түсіп қалды. Енді гүлдері бар, бірақ сонда да уже андай қылмай жатыр, өз-өздеріне келемей жатыр. Негізі міндетті түрде биылғы алған сабағым, қош ештеңке қылмас деп дәрілемеуге болмайды. Биылдыққа міне бірақ лимон, бірақ иісі деген керемет, күшті. Осылай негізі әр қателіктен жайлап сабақ аламыз. Биылғы сабағым осы, міндетті түрде дәрілеп кіргізу керек, онсыз болмайды екен. Бекерге қаншама жемістен айырылдым, биылдыққа енді жеміс жоқ лимондардан. Осылай сабақ аламыз, арғарай өсеміз, өнеміз. Кейде жазып жатады осы тіркелуші қыздар, лимон туралы айтыңызшы, лимонның күтімі қалай, қандай витаминдер береміз дейді. Менің де қателігім көп, мен де енді жаңадан бастап жатқан адаммын бұл лимон, мандариндерді ше. Енді жайлап өстіп тәжірибе жинап жатқан адамның. Әзірге мен лимонды үйтіп күтіңіз, бүйтіп күтіңіз деп ештеңе айта алмаймын. Мен әлі тәжірибе жинап, жайлап тәжірибеден жинап, жайлап баспалдаққа көтеріліп келе жатқан адаммын. Лимон, осы жеміс ағаштарына қызығушылығым енді артып, осы 2-3 жыл болды өсіріп жатқаныма, бірақ әлі білмейтінім көп. Өз уақыты келеді, дайын болам. Алла бұйыртса, жайлап тәжірибе жинау арқылы, өзі жаймен барлық тәжірибе арқылы келеді ғой негізі барлық нәрсеше. Осы қыр-сырын білгеннен кейін барып айту керек негізі ше. Оған шейін сен оны білмейсің, интернеттен қарап алып, ой, үйтіп күтіңіз, бүйтіп күтіңіз деп айту, ол мен үшін дұрыс емес деп ойлаймын. Сол үшін бірінші өзің барлық нәрсені өткізіп, өзіңнің тәжірибеңнен өткеннен кейін ғана барып сайрауға болады да. Ал қазір ол туралы ешқандай, лимон туралы, мандарин туралы ешқандай мәлімет айта алмаймын менше. Осылай өзіңіздің жақсы көретін ісіңізбен айналысқан дұрыс қой негізі. Мысалы, әркім барлығы гүлді жақсы көре бермейді, дұрыс па? Сіз мысалы жақсы көрдіңіз дедім, жақсы көрдіңіз мысалы гүлді. Сіз осы гүлден әдемілікті көресіз. Мынандай кішкентай мысалы бір гүлі бутон жаса, мына гүл, лимонның мына гүлін көріп, мысалы мен бәйшешек